Ассалаумағалейкум, құрметті Ер Қанаты бағдарламасының көрермендері. Сіздермен Ер Қанаты жобасының авторы және жүргізушісі мен, және де біздің бүгінгі қонағымыз Нұрбек ағамыз. Нұреке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ең біріншіден бүгінгі біздің бағдарламамызға уақыт бөліп тығыз кестеңізге қарамастан ниет білдіргеніңіз үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Сіздерге рахмет. Осындай ұлтқа керек, елге керек бағдарламаларды жүргізіп, адамдар шақырып, сол туралы әңгіме қылып, көп емес қой бүгінгі таңда сондай бағдарламалар. Сіздерге рахмет. Рахмет. Енді біз бүгін арнайы сізді түсірейік деп Астанадан арқа жерінен Алатау бөктеріне, Алматыға ат басын тіредік. Өзіңізбен біраз сұхбаттасып, жастарға деген бір кеңестеріңізді білдірсеңіз, жалпы ұлттық тәрбиеге байланысты ойларыңызды айтсаңыз деген ниетпен. Енді бұл сұрақты көбісі қойып жататын шығар, жалпы найза лигасына байланысты. Не себепті найза деп аталды? Сол жағынан бір көрерменге айтып өтсеңіз. Енді бұл промоушнды ашқан кезде 2013 жыл, ол кезде біраз ойлар болды. Жалпы мен өзінің өмірлік, енді жаңа орысша айтқанда кумир дейді, бірден мысалға келтірген кезде бір ақсақалдарды айтамыз көбінде. Сол өзіме сондай бір тұлға ретінде, білмеймін, енді одан бізде жалпы батырлар көп қой қазақта. Бірақ біз дүниеге келген кезде сол кездерде болған кісінің бірі ол Бауыржан Момышұлы. Қазіргі таңда Бауыржан Момышұлы атамыздың жүргізген сол соғыста қолданған әдістерін, соны әскери институттарда, Ресейде, тағы да басқа жерлерде сол методикасымен жүргізеді. Сосын көптеген дүниеде қазіргі бар өмірдегі бір сұрақтар болады. Сол кісіге қарап бойым түзегім келеді. Енді әрине біздер 10%-на да жетпейтін шығармыз. Бірақ мен үшін сол жаңағы тұлғада өмірлік сондай бір кумир деп айтсам болады. Алланың қалауымен сондай мықты тұлғалар көп болсын бізде Қазақстанда. Сосын найзаны ашардың алдында негізінде БМ деп қояйын деп едім, Бауыржан Момышұлы деп. БМ Прайд, енді ол кезде атау көп қой. Сол кезде Абу деген ағамыз бар. Қазақтың бір басын қосатын ат қойық. Неге десең, қазір Бауыржан Момышұлы деп қойсақ, басқалар ренжейді, басқалар әңгіме айтады. Неге БМ деп қойдыңдар, неге Бауыржан Момышұлы деп қойдыңдар? Найза деген енді көптеген соғыстарда бірінші ұшатын қару ғой. Бірінші ұшатын қару көп жерлерде жол ашады деген сияқты. Құдайға шүкір, сол жұмысты атқарып жатыр. Бүгінгі таңда сол Асу болсын, Жалғас Шумагулов, Сергей Морозов, көптеген қазір мықты әлемдегі промоушндарда өнер көрсетіп жүрген, бүткіл әлемге аттар танымалы болып, жастарымызға қалай айтсам болады, жаңағы бой түзейтіндей қылып, тұлға ретінде тәрбиеленіп жатқан сол жауынгерлердің көбі бізден шықты. Қазіргі таңда қанша жауынгер бар сонда сіздерде? 180 жауынгердей бар. Оларды қалай іріктейсіздер, әлде өздері келеді ме, жалпы қалай жүреді? Енді әрбір жауынгердің өзінің деңгейі бар. Сол қарсыласпен өзінің деңгейіне орай қарсыласпен қойғымыз келеді. Әрине ол рекорд бар, танымалдығы бар, әуесқой мансабы бар. Жауынгерлер болады, әуесқойдан келіп, жақсы деңгейде өз-өзін сезініп тұрған, сондай, қалай айтсам болады, орысша айтқанда индивидуум дейді ғой, сондай бір 1000 жауынгерге 1 жауынгер болады да, сондай. Сондай спортшыларды да кездесіп тұрамыз. Олар шығуға тырысады, төйлесуге тырысады, аттары шығады деген сияқты ары қарай тәжірибе жинайды. Ал енді қараңызшы, мысалы үшін бізде ауыл аймақтарда небір рухты, мықты азаматтар бар ғой. Сіздерде сондай бір жоспарда бар ма? Ауыл аймақтарды аралап, сондай бір жігіттерді қарастырып, мысалы үшін іріктеу жасап, сол жақтардан мысалы үшін кейбір жігіттер бар, қала түгілі тіпті өзінің ауылының районына да баруға қаражаттар жоқ, бірақ мықты азаматтар. Оларды біз қалай сол жақтан алып шығуға болады? Бұл жерде қандай проблема бар? Индустрияны құрған кезде біздер ММА индустриясын тек қана промоушн емес, тек қана клуб емес, біздер бүткіл индустрияны құрғымыз келді. Енді қазір былай қарасаң, бірақ промоушнның ішінде өзінің аттары бар, жаңа матчмейкер дейміз, Жандарбек деген сияқты, Ильдар Құдайбергенов бүгінгі таңда мына найзадағы спорт менеджментті басқарып жатқан адам. Жандарбек бар қасында, ода біраз тәжірибе жинады 2 жылдың ішінде. Одан комментаторлар пайда болады, жүргізушілер пайда болады. Одан жаңа катмандар пайда болады, Сұлтан деген жігіттер бар. Бір индустрияның өзінде біздер бір найзаны өткізген кезде 210 адам тарттырамыз сол кезде. Жалпы күнде 40 шақты адам жұмыс жасайды, ал енді найзаның кезінде төрешілер бар, анау бар, мынау бар, сонымен бәрі тартылған кезде
10 адам жұмыс жасайды. Солардың бәрі индустрияның айналасында жүрген медиа дейміз, маркетинг дейміз, мана интервьюер дейміз, одан жаңа матчмейкинг дейміз, тағы да басқа көптеген адамдар өздерінің мына мамандығы бойынша тәжірибе жинайды. Сол индустрия өседі. Ал енді содан бөлінбейтін нәрсе ол клуб. Өңірдегі бар. Қазіргі таңда өңірге барып, сен жауынгер сені көрейік десең, ол жауынгер мықты болуы мүмкін. Рухты болуы мүмкін, жігерлі болуы мүмкін, бірақ дұрыс бағытта жаттығу жасамаса, ол конкуренция жасай алмайды бізде. Қиын болады да. Неге десең, күнде бір нәрсені жасап жүрген адам, немесе кеше күресіп жүрген бала өте мықты екен, жақсы екен, бірақ шыққан кезде ол ММА жауынгерлермен төбелесу қиын болады. Сондықтан бізге өңірлерде клубтар маңызды. Мына жазда, Құдай қаласа, тамыз айында біздер 50 миллионға гран-при жарияладық. Командалық гран-при. 5 клубтан 5 адам шығады, соны 16 командаға дейін жинағымыз келеді Қазақстанның ішінде. Енді Қырғызстан, Өзбекстан бар, бірақ ең көбі саны сол Қазақстанның ішінде. Сол кезде командалық гран-при жариялаған кезде біздер әрбір жауынгердің көп болса максимум 2 жекпе-жек өткізген болу керек. Егер ол дым төбелеспеген болса да болады. Соның ішінде клубтар сол балдарды іріктеп, осы бала жасай алады ғой. Біздер бапкер емеспіз. Бапкер болып жасадық, бірақ бүгінгі таңда жұмысымыз басқа. Біздер кәсіпқой клуб емеспіз. Жауынгерлер жинап іріктейтін. Оны клубтардың жұмысы. Біздер оларға мүмкіндік береміз. Олар бастарын қосады, манағы 5 баланың ішінен бұрын кәсіпқой деңгейде төбелескен жігіттері бар, төбелеспеген жігіттері бар, бірақ ең көбі 2 жекпе-жек өткізген болу керек та. Ұтылды ма, ұтылған жоқ па, ол разница емес. Көп болса, бір рет төбелесіп, жеңіп, бір рет ұтылған болса, шыға береді. 2 жекпе-жектен аспау керек. Мен ойлаймын, бұл мәселе, бұл гран-при үлкен мүмкіндік жастарға, гран-при. Жақсы. Енді мына UFC-ге келетін болсақ, UFC-де айтып жатады ғой, жалпы мынау қазір жұлдыздардың ішінде кезінде бармен болып жұмыс жасаған, мысалы үшін жай швейцар болған, немесе басқа да бір жай ғана қарапайым жұмыстарды жасап жүрген жігіттер жұлдыздар жанып кетіп жатыр дейді. Осы біздің осы қазақстандықтардың ішінде, осы өзіңіздің басқарып отырған лигаңыздың ішінде сондай жігіттер бар шығар? Енді бұл спорт мықтылардың спорты да. Бұл жерге жағдай бар адам, өмір бойы алтын қасықтан тамақ жеген адам келмейді. Бұл жерге қиналғысы, қалай айтсам, қиналудан қорқпайтын адам келеді. Және қиындықты көрген. Қиындықты көрген. Енді қиындықты көрген адам қиналғаннан қашпайды ғой. Жағдай жоқ адамдар келеді. Бұл сол адамдарға үлкен бір социалдық лифт. Енді Шавкат Рахмоновты алайық. 2012 жыл базарда тәшкетіп жүрген кездері болды. Әкесіне отбасына көмектесем депті. Хабибті алайық, мысалы келтіретін болсақ. Конор Макгрегорды алайық. Конор Макгрегорды бүгінгі таңда бәрі ойлайды ғой, дәл солай туылды депті. Мына кеше киносы шығып жатыр, көріп отырсыңдар, біз енді оның алдынан да білеміз. Жағдай жоқ, жігіт өмірлік бір арманы бар, мансабы бар. Бұл да бір бақ. Бірақ бұл бақ еңбекпен келеді, термен келеді. Анау Алиби Идрис деген бауырым бар, мен 57 килограммның чемпионы бізде. Естіген болсаң, белбеуін сату арқылы біреуге баспана алып берді, 22 миллионға. Сол жігіт жақында ғана бір интервью алған кезде, мен бір сұрақ қойған кезде, неге қан мен тер деп басына бір сондай шүберекпен шығады, сол жерде қан мен тер деп жазып тұрды. Сол айтады, мен спорт залымның қасында бір монумент бар дейді. Кезінде құрбан болғандарға арналған. Сол жерде қан мен тер деп жазып тұр дейді. Енді сол кісілердің бәрі еліміздің осы қазір жайлы әдемі отырып қой. Осы жерлердің бәрі солардың қан мен термен келген. Сол өзімнің және де маған қарап отқан адамдардың есінде болсын деп шықтым дейді. Үлкен жұмыс. Үлкен іс шынымен де. Аллаға шүкір, сондай азаматтардың бізде қазір көп болсын. Көп болсын. Ал енді өзіңізді білеміз, Нұреке, жалпы мемлекеттік қызметте де болдыңыз, шенеунікте болдыңыз, жалпы спорт саласында жүрсіз ғой. Жалпы қазір қалайсыз? Ұнай ма осы алып жүрген бағытыңыз, атқарып жүрген осы жұмысыңыз? Мен енді өмір бойы, шынымен айтсам, бала кезімізден төбелесіп өстік көшеде. Бір кездері ұнап жүрді, бір кездері бір қызығатын едік, өзіміз жүгіріп шығатын едік. Бірақ артыма қарайтын болсам, енді Жаңаөзен деген жерде
дүниеге келдім ғой. Құлсары деген жерде өстім. Құлсарыда былай статистиканы алып қарасаң да сол кездері 90-шы жылдары әлгі енді қазір кішкене азайған шығар, бірақ әлде де бір естіп тұрам да. Бірақ сол кезде күнде жаңағы адам өліп жатады да. Біздер соның арасында жүріп байқамайтын едік. Бірақ артынан қарайтын болсам, бәрібір қазақтың балдарымыз, мынау 7-ші ауыл, мынау 4-ші ауыл, мынау микрорайон, мынау 3-ші микрорайон, тағы да басқа жерлер бар. Бір-бірімен қырылып жатырық қой. Күнде. Басында енді қызық, бірақ артынан бүйтіп артқа қарасам, не жетпей сол кезде бізге, соны ойлайын да, не жетпей тұрды бізге. Енді ол кезде 90-шы жылдары қиын ғой, спорт кешені жоқ, балдарға бір айналысатын нәрсе жоқ. Сол кезде бүйтіп артқа қараған кезде, сол кезде енді 2013-те мана найзаның пайда болған сол себептен шайқасың келсе, рингте шайқас деген атпен шығарды. Көшеде емес. Иә. Енді мен жеке өзімді алатын болсам, бәріміз сол кезде 16, 14, 15 жасымызда көрініміз келді. Спорт зал жоқ. Бір жаттығу жасап жарысқа баратын. Бір жерде спорт зал бар, тек қана бір жерде. Ол кезде қиын болды ғой енді. Спорт зал жоқ, бапкер, сосын өңірге әрбір бапкер келе бермейді, сол жердің бапкер, ол қандай деңгейде бапкер. Әйтеуір Құдайға шүкір, сол кезде бапкер болып жүрген адамдар әлі бапкер болып жүрді. Өзінің сол өмірлік, қалай айтсам болады, миссия дейді ғой. Тастамай соны жаңа ары қарай жалғастырып жатыр да. Мен жалпы өзім былай мемлекеттік қызметке жүргенде де, былай жүргенде де спорттың жақсы, мықты сондай инструмент екенін түсіндім да. Жастарды тәрбиелеу жағынан біріншіден. Екіншіден, социалдық лифт деп айтылады ғой. Жаңа көшеде жүрген бала банкир болмай, мұнайшы болмай, енді миы ондай емес та, оған бағытталмаған, оған ойланғысы келмейді. Бірақ мықты төбелеседі, және де жастарға үлгі бола алады өзінің әңгімесі арқылы, кітап оқу арқылы, дәстүрді білу арқылы, жастарға. Неге біздер сонда ойлаймын да, неге біздер сол балдарды көтеру арқылы, көмектесіп, бір мүмкіндік беру арқылы, бағыт беру арқылы, сол жігіттерді өзінің өмірінің, жаңа орысша айтқанда лидер мнение дейді, жаңа ролевая модель деп айтады. Сондай қылып, артынан жастарды ертпейміз. Жастарға оның пайдасы бар. Халыққа жалпы спорттың пайдасы зор. Ит үреді, керуен көшеді дейді. Сіз осы лиганы бастайтын кезде де біраз сенімсіздік білдіргенде азаматтар болған шығар. Иә, енді ол жаңағы өзің айтқан сияқты ит үреді, керуен шіреді деген сияқты. Ол мынандай мәселе да. Біздер өмір бойы күресіп шығамыз ондайлармен. Жаңағы біреулер сөйлейді, сен оны бір көңіліңе аласың, бірақ бір жерде сынайын деп сынбай қаласың, біреулер сынып қалады, біреулер бұған мән бермейді деген сияқты. Жалпы мән бермеу керек деп ойлаймын. Иә, мән бермеу керек. Егер сенде сын болатын болса, мен ана әрбір кезде өзінің шәкірттеріме, өзінің жаңа қасында жүрген кіші менеджерлерге, специалистерге, жаңа соларға былай айтамын да. Өмірде былай, әрбір еркекте ол арман болады. Арманды визуализация арқылы ол көреді, қалай жету керек екен. Содан кейін жасайды, болды. Үш нәрсе. Бұл жерде ешқандай сиқыр жоқ. Бұл жерде тек қана армандау керек, оны визуализация қылып, соңына дейін көру керек, қалай болатын. Одан кейін жасау керек. Егер сен арманың визуализацияда сен көрмей тұрсаң, ар жағын, онда оны кіріспеген жақсы. Егер сен шетін, жоспарын қалай бітетін, қалай болатын көретін болсаң, онда жасау керек. Бірақ жасағанда қашпау керек, шаршамау керек, аянбау керек. Осы үш нәрсе. Біздің еліміз Қазақстан әлем бойынша 9-шы орында, иә. Ол да мен ойлаймын бір Алланың берген нығметі. Одан кейін біздің ата-бабаларымыздың өзіңіз айтқанда жаңа қан мен тері ғой. Кейде шетелге барып жатқан кезде Қазақстан десең танымай жататын бір шетелдің азаматтары болады. Соларға картаны көрсеткен кезде де өзіміз бір марқайып мақтанып қаламыз. Мен ойлаймын енді сол үлкен ұлан ғасыр жерімізді жаулап алған себебі де біздің осы ата-бабаларымыздың күш-жігері, рухы, намысы, одан кейін аттың дүбірі, аттың тұяғының себебімен де осындай үлкен жерді жаулап алдық қой. Енді біздің бағдарламамызда ер қанат деп жатады. Әр адамға бір қанат бітіретін нәрсе болады. Мысалы, біреуге отанға деген махаббаты, біреуге отбасына деген махаббаты, қызметіне деген, сіздің өзіңізге не нәрсе қанат бітіреді? Мен атқа ятта болса да айтайын, осыдан бір 2018 жылдар отырдым. Жалпы енді былай отыр жүрдім ғой, бірақ енді шабуға, кәдімгідей аттан қорықпауға 2018 жылдары қазір аттың үстіне жатқанда Құдай қаласа айтып кетермін ол туралы болды. Бірақ атқа отырған кезде
адам әрбір қазақ өзгереді екен. Егер бала кезінен атқа отырған болса, ол бақытты. Мен үшін бақыт болар еді, егер мен бала кезімнен атқа, мен қазіргі таңда басқа болушы едім. Бірақ атқа отырғанға шейін, және де атқа отырмастан бұрын, және атқа отырғаннан кейін екі бөлек Нұрбекпін ғой. Маған жеке өзіме сондай бір рух беретін, күш беретін, мына жүректегі, төстегі, жүрекке, төске бостандық беретін нәрсе да. Жақсы. Ал енді рұқсат болса ары қарай сұхбатымызды атқа мініп ат үстінде жалғастырсақ. Әрине. Жақсы. Атқа қашан мінген едің соңғы рет? Соңғы рет бір жарты жылдай болып, 3 айдай болып қалды ғой. Соңғы рет көкпар ойнағанбыз. Ана Дәуке клубта. Дәуке клубта. Жалпы атқа деймін көру керек деп айтып жатамыз ғой. Иә. Қазаны кейде ауылға барған кезде байқайсың, ауылдың балаларының өзі кейде атқа мінбей жатады. Баяғыда өзіміз мектептен келе сала атқа жабағын үйретіп атқа мініп кететін едік. Жалпы осы атқа мінген кезде өзіңіз жаңа айтып жатырсыз ғой. Әр қазақ рухтанады деп. Мен жақында бір оқиғаға тап болдым. Садақ ату бар ғой. Иә. Сол кезде Астанада бір садақ ату академиясы бар. Сол жаққа барсам, бір қазақтың қызы садақ атып жатыр екен. Сөйтіп қасында бір европалық келген бір кісі қызын үйретіп бірге жарыстырайын деп жатыр екен. Бірақ жаңағы Европадан келген кісінің қызы садақ атудан, олимпиададан біраз жүлдегер екен. Жеңіске жеткен сондай. Оның садағында прицел бар екен. Сөйтіп жаңағы қазақ қыз бен европалық қыз екеуі жарысты. Біздің қазақтың қызы бірінші орынды алып кетті, жаңағы қызды жеңіп кетті да. Сөйтіп жаңағы европалық азамат таңғалып жатыр. Как это так, вы без прицела еще смогли победить дейді. Мен айтам, сол кезде ол біздің тегіміздегі қанымызда бар нәрсе ғой. Иә, әрине. Жаңа өзіңіз де айтып жатырсыз, 2018-де атқа мінген кезде 2 минуттан кейін мүлдем мен бәрін ұмытып кеттім, нағыз рухтанып, қанатым ашылды деген сияқты. Сол сияқты жалпы осы қазіргі жастарға ер мінезді болу үшін, рухты болу үшін қандай ақыл кеңес айтатын едіңіз? Әрине, бүгінгі таңда енді мәселе тек қана атта емес қой. Жалпы біздің манағы спорт деп, инструмент деп айтып кеттім ғой. Тәрбиелеу жағынан, тәртіп жағынан, сондай бір рухты болу жағынан, тазалық жағынан да спорт көмектеседі. Ал енді жастарға бүгінгі таңда, енді ол көрдің бе, тек қана жастарға айтпау керек. Өзіміз сияқты, бізде аға болдық қой бүгінгі таңда, жасымыз 40-қа келді. Бізден үлкендері бар. Бүгінгі таңда мына ұлттық спорт саласында бағытты күшейту керек. Ол міндет түрде. Бірінші қадамы қалай күшейтуге болады? Жастар үшін. Әрбір тойларда ұлттық спорт сайыстары болу керек та. Ұлттық спорт сайыстары. Асық атудан ләңгі тебу, атқа отыру, тағы да басқа көптеген бар ғой. Көп қой бізде. Садақ ату бар. Ұлттық спорттың ішінде мен қателеспесем 13-тен жоғары спорт түрлері бар. Одан ары қарай жаңағы бәйгенің тағы да несіне бөлетін болсаң, оның ішінде топ бәйге, аламан бәйге, құнан бәйге деп бөле береміз. Ода бөлінеді. Соның барлығы жастарға, енді әрине қазір бұлар қызығатын болса, атқа отыруға, асық атуға, ләңгі тебуге. Онда біздер дәстүрімізді, тарихымызды ұмытпауға тырысамыз да, сол кезде. Бүгінгі таңда жастар көбі телефонда, көбі цифрада, бірақ олар жалқау деп айтуға болмайды. Енді сәл қиыншылық аздау болғасын жерде, манағы қиыншылық аз болғасын жерде, және де бұрын біздер Құлсарда тұрған кезде 5 қатарлы үйде тұратын едік, бірақ су болмайтын еді, 5 қатар су таситын едік. Ауылдық жерде ол енді міндет түрде ғой, су тасу, жаңа шөп шығару, жаңа малды айдау деген сияқты да, сол мәселелердің бәрі болды ғой. Біздер енді ауылда тұрмасақ та, бірақ жаңа су тасумен тағы да басқа нәрсе қиыншылықтарды көріп қалдық. Сол нәрселер олар әрине бір адамның психологиялық жағынан, физикалық жағынан қатаюына, сондай шымырлауына бір әсерін береді да. Енді ол нәрсе жоқ, көбі қалада тұрады. Ауылдық жерлерде, бірақ егер 20 миллион болатын болсақ, соның бір 49% неде тұрып жатыр ғой, жаңа ауылдық жерлерде тұрып жатыр ғой. Бірақ сол қалада тұратындарға спорт ең жақсы. Соның ішінде ұлттық спорт та. Жақсы.
Нұрекен, спорт жайлы айтып жатырмыз, өзіңіз осы спорт саласындасыз. Енді осы NFC-ға байланысты жалпы батыр бол деп айтып жатырмыз. Ең алғашқы осы біздің Қазақстанда өздеріңіздің бастамаларыңызбен басталған спорт түрі ғой. Иә. Енді бұның мен алдында сіз өзіңіздің сұхбаттарыңызды көрген кезде жалпы айтып жатырсыз, өте идеологиясы мықты, себебі бұл жерде батыр бол деген сөз шетелдіктер оны басқаша түсінеді деген сияқты, олар. Жалпы NFC-дің қазіргі таңда мысалы YouTube арнасында шығарылымы көрсетіліп жатады, алдағы уақытта болашақта мынау ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен бәлкім бір келісімге келіп арнайы бір телеарна ашылса ма, әлде бір бағдарлама ретінде отандық телеарналардан көрсетілу жалпы жоспарда бар ма? Жалпы жоспарда Найза ТВ-ны арнайы телебағдарлама қылу және де бөлек канал ашу. Бөлек канал ашу, жеке өзіне. Теледидарда. Жоспарда бар. Жоспарда бар, әрине ол. Ал енді Нұреке, алдағы уақытта Қазбек Сағын мен Бағдат Жұбаныштың жекпе-жегі өтейін деп жатыр. Жалпы осы екі жауынгердің жекпе-жегін UFC-дегі қай жұлдыздың жекпе-жегіне ұқсататын едіңіз? Бұлар енді шұғыл ғой. Өте сондай соққылары, әдістері өте шұғыл. Ең кішкентай салмақ 53 килограмм. Бұл бұрын жалпы Орта Азияда, Азияда алатын болсақ, тек қана ONE-FC деген промоушнда бар. Басқа әлемде ешқай жерде жоқ. 53 деген салмақ. Бізде де болмаған. Біздер сол салмақты сол екі батыр үшін аштық. Олар бұрын екеуі әуесқойда, біреуі 3 дүркін жаңағы қоян қолтықтан әлем чемпион болса, біреуі ММА-ден әуесқойдан әлем чемпионы 3 дүркін. Бұрын кездескен әлем чемпионатында кездескенде Бағдат Қазбек ұтылған болатын финалда. Енді екеуі сондай бір, енді әрине бір-бірімен кездескісі келеді, ММА-да төбелескесін жерде. Қазіргі таңда енді сондай деңгейге жетті, біреу белбеу алды, біреу белбеуді алып кеткісі келіп тұр. Біреулер қазақтар оны басқаша қабылдайды, жаңағы екі қазақ төбелестіріп жатсыңдар, анау-мынау. Енді екі қазақ бір-бірімен сайыспаса, әлемде кім мықты екенін қалай дәлелдейміз, дұрыс па? Қазақстан чемпионаттарында бокстан, жекпе-жектен, ММА-ден, басқа спорт түрлерінен қазақтардан басқа кім төбелесіп жатыр? Ешкім төбелесіп жатқан жоқ. Ал мен ойлаймын, сондай бір жоғары деңгейдегі лигада екі қазақ белбеуге таласып жатқан мен үшін ол мәртебе. Неге десең, не да, жаңағы белбеуге дейін жетті, екеуі тәжірибесімен жаңа сонда физикалық тұрғыда мықты екен дәлелдеді. Артыңызға қарасам, бір орында тыпыршып тұра алмай тұр. Я бұл маған қанша мен атқа отырдым, аттар осындай пайда болады. Көбінде жаңағы қозғалғысы келетін, шапқысы келетін аттар пайда болады. Енді қазақта ат иесіне тартады. Жалпы шатақ емес едір мінезіміз, бірақ енді дегенмен жаңа бір орында тұрып үйренбеген адамыз ғой. Қозғалып үйреніп қалған адамыз, соған шығар. Қазақ жылқы мінез дейді ғой, оған не айтасыз? Енді дұрыс шығар. Әрбір кезінде бір жақсы не естідім да, анау «Что, где, когда» деген передача бар ғой. Соларға біреу былай сұрақ қойған екен. Қазақтарда дейді кезінде екі баласын екі бағытқа қоятын болған дейді да. Біреуін жылқыға қояды дейді. А біреуін жаңа неге қойға қояды дейді да. Бағуға да, кезекке. Сол кезде неге солай қояды деген сұрақ қойған екен да. Соны жауап бере алмаған аналар, сол кезде анау жауабын берген кезде пысықты қойға қояды дейді, пысық баласын. Жуас баласын жылқыға қояды екен да. Мінез түзейді да бұл. Мінез түзейді, жаңа әрине. Өте сондай керім сазаны бар. Керім жаңа несі бар, қасиеті бар. Мен жалпы шетелге шыққан кезде всегда стараюсь барып конюшняларын көруге. Сол Европаға барған кезде байқадым, Европада атқа деген құрметті оларда ерекше екен. Бар әдемі киімдерін киіп, тіпті әтірлерін сеуіп, атқа деген бір басқаша подходпен барады. Кейде біздің өзіміздің бауырларға қарасаң, бір кейде достарымызбен кеттік атқа барайық десек, дейді үйдегі бір ең жаман киімдерін киіп шығасыңдар. Үстіміз атсасып кетеді ғой деп. Жалпы атқа деген құрметімізді арттыра берсек деп ойлаймын ғой. Өзіңізге де тағы да мың алғыс білдіргім келеді. Осы бағдарламаға ниет білдіріп, осылай уақыт тауып тығыз графигіңізге қарамастан уақыт бөліп жатқаныңызға. Ал енді жалпы біздің қазақта, біз енді қазақ аттың жанында, түйенің қолында өстік. Ата бабаларымыз кезінде 80 бай, 90 бай, 100 байлар тудырды ғой.
Қазір енді темір тұлпардамыз барлығымыз. Атқа жиі мініп тұруға тырысамыз ғой, дегенмен де уақыт таппай жатамыз. Жалпы қазіргі таңда сондай бір 80-бай, 90-бай, 100-байлар тудыру үшін не істеу керек деп ойлайсыз жалпы? Бұл қазір өмірлік тенденция солай ғой. Жүз азайып баратыр, техника жағынан дамып келатыр. Мана айтып жатқан мәселем сол ғой. Әрбір орысша айтқанда досуг дейді ғой. Жаңағы бос уақыттарымызды спортпен өткізуіміз керек. Мен әрдайым айтатын не ғой, мен ұлттық спорттың мүшелерімен талай сөйлестім. Енді кейбір кездерде өкініп қалған кездерім болды. Кішкене бір-бірімізді түсінбей қаламыз. Кейбір кезде бірақ мақтанатын жерлерім, мықты мақтанатын жерім, ұлттық спорттың мүшелері үлкен сондай плюсы. Әрбір ұлттық спортта жүрген мүше, адам, спортшы болсын, басқа болсын, олар патриоттық сезім мықты болады. Бірақ бұл мына нәрсені сүймей, мынау деп атқан, жылқы деп атқан жоқпын, жалпы біздің қазақи дәстүрімізді, ұлттық спортымызды, ұлттық сондай құндылықтарымызды сүймей, ол патриот бола алмайды. Тілімізді білмей, тілімізді сүймей, жақсы білмей-ақ қойсын, бірақ үйренуге сондай тырысып жатса, егер сүйетіндей, шын жүрекпен сүйетін болса, ол патриот бола алады. Тіл деп жатырмыз ғой, шынымен де жалпы әлемде Нұреке 7000 тілі бар екен, жақында мен қарағам статистиканы, 7000 тілі бар екен да, соның ішіне біздің қазақ тілі 60 тілдің ішіне кіреді екен. 60 тілдің ішіне кіреді екен ең алғашқы. Түркі тілінің ең жауһары, ең гауһары осы біздің қазақ тіліміз дейді. Шынымен де өзіңіз өте жақсы айтып жатсыз, тілін білмеген ол өзінің тегін де білмейді деп жатады ғой. Әрине. Дегенмен де көпке топырақ шашпаймыз, әрине. Үйреніп жатқан адамдар жоқ, мен жалпы халыққа айтатым да, көбі қазақша сөйлей алмағандар, бірақ үйренгісі келетіндерге күледі ғой. Күлмеу керек та. Сен егер сен соған үлесіңді қосқың келіп тұрса, бізде бразилиялық спортшымыз бар, Пума деген. Көрдің ба, көрген жоқсың ба? Осыдан 2 жыл, 1 жыл бұрын көшіп келді біздің Алматыға, Бразилиядан. Қазір бізде мына үлесімізді қосайын деп компаниямыздың атынан Дарью деген бағыт ашылған. Дарью деген жерде бізде тіл үйретеді қазақша, одан басқа көптеген IT бағдарлама жағынан бағыттарды үйретеді. Java дейміз тағы да, енді әрбір адам түсіне бермейді ғой, айтишниктер түсінбесе. Сол бағытта бізде сол бразилиялық бала, мен өзімнің тарапымнан айттым да, егер қазақ тілін үйренуге саған көмек керек болатын болса, сол курсқа ақшалық төлеу керек болатын болса, мен өзім төлеймін деймін да. Сен үйренші деймін да. Ол бала үлгі болсын деймін да. Басқа қазақтарға, осы жерде орыстарға. Ал енді біздің өзіміздің тарапымыздан әрбір қазақ болсын, орыс болсын, тағы да басқа егер тілді үйренгісі келетін адамға көмектесуіміз керекпіз. Күлмеуіміз керекпіз. Үйренемін деп отыр ма, ол тілді үйренгесін жерде дәстүрді үйренеді. Мана айтқан нәрсе ғой, оның бәрін үйренгеннен кейін ол осы жердің патриоты бола алады. Басқаша ол бола алмайды. Нұркен, Дарью деп айтып қалдыңыз, жалпы осы Дартимді сұрағым келіп отыр. Қашан ашылды, қашан құрылды, жалпы Дартим жайлы бір ауыз айтып кетсеңіз. Дартим енді 2020 жылы пайда болды ғой, жазда. Шавхат Рахмонов ол кезде болған жоқ, бірақ. Бірінші жауынгерлері Асу Алмабаев, Жуман Жұмабекұлы және де Фанил Рафиков. Енді Асу Алмабаевтың тағдыры ол кезде әлі білінген жоқ, бірақ Жуман Жұмабековті жеңілісінен кейін, қолын сынғаннан кейін алды. Одан Фанил бүткіл промоушндарда нокаутқа ұшырап сөйтіп келді. Одан Дамир Исмагулов келді, оның аяғы сынып, UFC-де ары қарай мансабы қалай болатын белгісіз болды. Содан кейін Шавхат келді. Жалпы сол 2020 жыл Алидар Болатұлы, ағамыз, сол кісі ашқан болатын. Қазір жақсы деңгейде, жақсы сапада жауынгерлер әдемі өзінің өнерін көрсетіп, UFC-де 2 жауынгер бар. Біреуі Асу болса, екінші Шавхат. Жалпы бізде Қазақстанда неше жауынгер UFC-де қазір? Енді қызбен бірге санайтын болсаң, 7 жауынгер болу керек. Дамир Исмагулов, Жалғас Шумагулов, Сергей Морозов, Шавхат Рахмонов. Кеше Азатпен кім жазылды? Асу жазылды. Одан кейін Мария Агапова деген қыз ғой, 7. Шавхаттың туған қарындасы бар, ол? Шавхаттың туған қарындасы біздің промоушнда ғой, Найзада. Ол, құдай қаласа, осы жаздың соңына дейін барып қалу керек, жылдың соңына дейін. Енді жалпы ер адамға қатысты мінездер деп жатырмыз ғой. Қалай ойлайсыз, жалпы қазіргі әкелер балаларын
қалай тәрбиелегенде дұрыс? Және енді бұл сұрақ көп қойылатын шығар сізге, бірақ дегенмен де өзім де ұл тәрбиелеп отырғаннан кейін білгім келеді. Ұлдарымызды бір қай спортқа бергеніміз дұрыс болады, мысалы үшін 10 жастағы баланы? Енді әрбір спорттың заңмен бекітіліп қойған федерациялармен, халықаралық ұйымдармен бекітіліп қойған жастары бар. Иә. Жас ерекшелігі бар әрбір спорт. Күрес, мысал келтіретін болсақ, күрес 12-14 жастан келсе, бокс кішкене одан ертелеу келеді. Ал енді спорттық гимнастика 4 жастан алынады. Қазақ күресі 12 жастан бастап. Көптеген спорттар өзінің бір ерекшелігі бар, жас ерекшелігі. Оны деген адамдар зерттеп, қандай әсер әкеле алады және қандай ауыртпашылық әкеле алатынын біле тұра, сол жас ерекшелігін бекіткен болатын. Мен ұлымды спорттық гимнастика бердім. Баланы созып алу керек бала кезінен. Созып алу керек. Төбелестіру және де күрестіру, асықпау керек та. Жүгіріп тұру керек, секіріп тұру керек деген сияқты. Баланы 16 жасқа дейін дарбыз сияқты бір жерге байлап қою керек емес. Әрине футбол, тағы да басқа қызық спорттармен қатыстырып, содан кейін жаңа 14-15 жаста мына ММА дейміз, грэпплинг дейміз, қазір мына еркін күресі бар, тағы да басқа соларға беруге болады. Ал енді оның алдына баланы созып алу керек. Атын айтпай қояйын, бірақ үлкен кісі 70-тен ашқан жасы. Сонда менімен отырған кезде ол кісі, мен сондай бір жақсы қасиетім бар, үлкен кісілермен кездескен кезде көбірек отырып, кішкене ақылдарын тыңдағым келеді. Ақылды айтпай қойсын, бірақ өмірлік тәжірибесін айтсын да. Қалай болды, қалай жасалды. Ода бір уақытпен пайда болды маған. Бұрын оған мән бермейтін едім. Бірақ артынан үлкен кісілермен сөйлескен кезде қастарына отырып аламын да, сұрақ қойып, жайлап, о да түсінеді мен не үшін қойып отқан. Мен де түсінемін не үшін маған айтып отқан. Бірақ жалпы әңгімеде бір әдемі нәрселер келеді да ойыңа. Ақыл келеді, кеңес келеді, тәжірибе, оның жасаған тәжірибесі арқылы өзіңе бір ой келеді деген сияқты да. Бір кездері бір кісімен сөйлескен кезде ол маған өзінің бір ақыл емес, енді о да бір ақыл ғой, бірақ дегенмен бір жаман нәрселерін айтты да, жаңа. Жас қыздарға қалай барғанын айтты, тағы да. Сондай шал болудан қорқам да. Үлкен кісі болғаннан кейін, ақсақал болған кезде мен өзімнің немерелеріме, менен кейінгі жастарға үлгі болуға тұратындай азамат болғым келеді. Болашақта мемлекеттік қызметке баруыңыз мүмкін бе? Бармайтын шығармыз ол мемлекетке. Мемлекетті біледі, болдым мемлекеттік қызметкер. Енді мемлекеттік қызметкерлерді жамандамаймын, мемлекет қызметінде жамандамаймын. О да бір ауыр жұмыс. Оны былай айтуға болмайды ғой, мемлекеттік қызметкер жаман, немесе халық жаман деп та. Біз бәріміз бір қоғамбыз. Ол мемлекеттік қызметкерлер аспаннан түскен жоқ. Кейбірде сөз болады ғой, мына мемлекеттік қызметкерлер анау мынау деп та, жаңа айтпай қойайын. Сол кезде айтады ғой, жаңа мына адамдар осылай деп. Ол адам аспаннан түскен жоқ қой. Дәл сол біреулер халықты жамандайды. Мемлекеттік қызметке отырып алып айтады, мына халық надан, тағы да басқа не жетпейді деген сияқты. О да аспаннан түскен жоқ. Бәріміз бір қоғамдамыз ғой. Өте ауыр жұмыс. Мемлекеттік қызметкерге шын адал жұмыс жасаған адамдарға басым иемін. Алла тағала соларға береке берсін. Менде де Ақтауда, Маңғыстауда жасаған кезде, облыстық акиматта жастар болды. Шалдар да болды, үлкен кісілер де болды, жастар да болды. Сол жастарды көре тұра, сондай бір кішкене бір жүрегімде сондай бір мықты сезім пайда болды да, жаңа сенім. Сол жастар ары қарай жалғастыра берсе керемет болатын еді деп. Андай болады ғой. Бір кісілермен кездестім, ол әкімшіліктерде отырды сол кісілер. Солармен сөйлескен кезде кейбірлердің әңгімелерінде былай болады, біреулер ақша туралы айтады, біреулер тағы да, біреулер жаңа кәдімгідей шынайы, өтірік анау экранның алдында емес, былай жеке отырған кезде, Нұрбек қараш дейді да, балам дейді, біреулер бауырым дейді. Егер қазір біз былай істейтін болсақ дейді, мынау болашақта былай болады ғой дейді да. Егер біз мынаны өзгертпесек, мынау проблема болады ғой деп. Соған жүрегі ауырып тұрады да. Көбінде біздің көзімізде, ойымызда қандай жаңа шенеуніктер. Бұлар 3 жылға келді ма, 2 жыл ол сол тек отыру мақсатында келді. Жаңа бірдеме жылу, бәрі бірдей ондай емес. Бар арасында мықты адамдар, мықты тұлғалар, мықты азаматтар бар. Біздер соған бүгінгі таңда мына халық болып, соның ішінен таңдап алып, соларға қолдау көрсету керекпіз да. Енді халық болып таңдау керек деп жатырсыз ғой. Енді халықсызда депутаттыққа мысалы үшін өздері таңдап қалап жатса баратын ба едіңіз депутаттыққа? Осылай бірлестік қоғамында өзінің бағытында жұмыс жасап халыққа қызмет ете аламын. Сол мемлекеттік қызметке бармасам да. Мен бір рет күйдім, әдемі күйдім.
Содан кейін жаңағы тауым қайтты шын айтсам. Түсінікті. Нұреке, көп рахмет. Тағы да сіздерге Алла разы болсын. Алла разы болсын сізге де. Енді сіз осы халыққа қызмет етіп жатырмын деп жатырсыз ғой, шынымен де істеріңіз берекелі болсын. Амин. Алла күш қуат берсін. Жалпы осы енді біздің осы Ер қанаты бағдарламасының болмысы жайлы, осы бағдарлама жайлы өзіңіздің ойыңызды білгім келіп тұр осы кезде. Енді бұл ең біріншіден аттың үстінде отыру мен үшін бір сондай экзотикалық, өзім қазақ болсам да, бірақ экзотикалық көрініс болып тұрды. Интервью беру да. Өте керемет. Манағы әңгіменің барысында да білінетін шығар, жаңа бөлек отырғышта отырып алынған интервью және де мына аттың үстінде отырып алынған интервью екі бөлек деп ойлаймын. Неге десең, мен мынаның үстінде отырып өз-өзімді батыр сезініп отырмын. Батыр болмасам да. Бұл батыр деген атаққа лайықты болу біраз еңбек қой. Бірақ өз-өзімді батыр, өз-өзімді нағыз қазақ, өз-өзімді сондай еркін адам есебінде сезініп отырмын да. Патриот болу үшін дәстүрді жақсы көру керек. Патриот болу үшін тілді жақсы көру керек. Патриот болу үшін тарихымызды жақсы көру керек. Сіздер сол бағытта жұмыс жасап жатсыңдар. Осыны көбінде сол патриоттар қарайтын болса, ары жағы өзінің жан-жағын бәрін түзейтін болса, сол әдемі болады. Мен соған бір үлкен үлестерін қосасыңдар деп ойлаймын. Аумин. Көп рахмет. Енді қонақтармен сұхбаттасып жатамыз ғой. Шыны керек Нұреке жақсының жақсылығын айтады. Бүгінгі сұхбаттан мен сіздің бойыңыздағы кішіпейілдікті, қарапайымдылықты көріп, өзіме сол қасиеттер тағы да сіңірдім деп айтсам болады. Сондықтан да аман болыңыз, өзіңізде қазақтың азаматтары көп болсын. Аттан түспеңіз. Көп рахмет. Амин. Рахмет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.